Педагогтардың білім бағалау тестінде мен өзіме кездескен 6 есептің шығару жолын талдап түсіндірейін. Иә. Бізде бірінші есепте екі ғана Pythonнан код берілген, екі ғана жол. А массиві берілген, оның ішінде адамның аттарынан тұратын элементтер текст ретінде көрсетілген екен. Және бұл массивтің ішіндегі элементтер адамның аттары екені есімде, бірақ қандай аттар екені мен есімде нақты жоқ. Сол үшін мына жерде рандомный басқа аттарды жаза салдым. Бірақ есептің мағынасы суть неде? Екінші жолда бізде шығару керек осы А массивінің үшінші элементі деген сөз. Былай жазылатын болса А, одан кейін жанына жабыстырып тік жақша, и сол тік жақшаның ішінде қандай да бір санды салса, Аның ішіндегі үшінші элементті шығар деген сөз бұл. Енді үшінші элемент деген кезде 1, 2, 3 деген айманды шығаратын ой келуі мүмкін, бірақ бұл қате. Біз мына нәрсені жаттап алуымыз керек. Pythonда элементтер, массивтің элементтері немесе бір қандай да бір тексттің ішіндегі әріптердің реттік номерлерін берген кезде олар нөлден басталады. Яғни меруерт ол нөлінші, берік бірінші, айман екінші реттік номерді алады екен. Ал үшінші как раз бізде Асқар есімі. Сонда шығатын жауабы бізде Асқар. Енді қараңыздар, бұл жерде есімдер дәл осы реттіктемен басқа есімдер болуы да мүмкін. Бірақ санау жолын, мына Аның үшіншісін сұраса, қалай санау керек жолын сіздер осы жерде түсініп, үйреніп, ертең басқа есеп келсе де біліміңізді қолдана аласыздар. Мынау бізде енді қарапайым цикл. Бұл жерде бір ғана цикл бар, және де оның ішінде қарапайым бір шартты тексеру қойылған екен. For letter in ұстаз дейді. Бұл жерде letter дегеніміз жай ғана айнымалы. Бұл жерден қатты қорқудың қажеті жоқ. Бұл айнымалы. Мына in деген сөзден кейін бізде тұрған ұстаз сөзінің әрбір әріпін кезек-мезек теріп отырады. Теріп отырады деген қалай? Letter деген айнымалының ішінде бірінші кругта U деген әріп тұрады. Сосын сол U деген әріппен ішіндегі шартты тексерейік. Егер letter T-ға тең болса, бізде T емес, ол U болып тұр. Егер T болғанда біз break жасайтын едік. Break деген циклды сындыру, тоқтату. Біздің әріпіміз letter U болып тұр, ол T емес, сондықтан break орындалмайды. Және біз print letter деген бөлімде U-ды просто шығарады екенбіз. Одан кейінгі кругта мына жалпы циклдің ішінде орындалатын амалдар бітті ғой. Енді келесі кругқа кетеміз де қайта мына жерге келіп, енді letter U емес, келесі әріп S-ті алады. U-ды өтіп қойдық. Letterдің ішінде енді S әріпі тұр. Сол шартты тексеруге қайттан келеміз де, letterдің ішінде T бар ма дейді. Жоқ, T емес. Сондықтан сындыруға біз бара алмаймыз. Просто print letter, сол әріпті шығарамыз S. Келесі кругта letter барады да, келесі әріп T-ны алады. Егер letter T болса дейді, как раз бізде дәл қазір осы letter айнымалысының ішінде T деген әріп сақталып тұр. Ондай жағдайда break деген цикл тоқтатады. Демек, мына жерде бізде орындалады да, циклымыз сынады. Цикл сынған кезде жалпы мына циклдің бәрі бітті. Келесі кодтар болғанда соларды орындауға кіріп кететін еді. Бізде жалпы ешқандай код жоқ. Сол үшін кодтың шығарып үлгерген нәтижесі тек қана US. Print letter T-ны шығармайды, себебі print letter әріпті шығаруға дейін біздің циклымыз сыну break командасына ұрынып қалды. Келесі есепті қарастырайық. Бұл жерде тоже циклсыз, бірақ шартты операторлар қолданылған. А және Б айнымалыларына бір жолда берілген сандар қойылады екен. Енді шарт қандай? А процент Б тең болса нөлге дейді. А процент Б дегеніміз процент ол бөлу амалы. Бірақ бөліп болған соң қалдығын көрсетеді. А процент Б деген, мысалға А мен Б сандарын ойша бір ала салайық. Мысалға А бізде 9 болса, ал Б бізде 4 болса. Арасында процент тұр. 9% 4 дегеніміз 9-ды 4-ке бөлгенде неше қалдық қалды деген сөз. Бұл жерде бір қалдық қалады, дұрыс па? Енді бізге сұрап атқаны А-ны Б-ға бөлгендегі қалдық 0 болса дейді. Немесе керісінше Б-ны А-ға бөлгенде 0 болса дейді. 0 қалдық деген сөз, ол қалдық қалмады деген сөз. Немесе басқаша қарапайым тілде айтсақ, А Б-ға тура бөлініп кетсе, or деген немесе деген сөз, немесе Б А-ға тура бөлініп кетсе деген шарт. Демек бізде
мына екі сан біріншісі екіншісіне немесе екіншісі біріншісіне нақты бөлінетін болу керек. Сондай жағдайда yes деген сөз шығады екен. Ал басқа жағдайда екеуі де бір-біріне бөлінбесе, мысалы мына жағдайда 9-ды 4-ке бөлсек бір қалып қояды, а 4-ті 9-ға бөлсек бұл да нақты жауап шығармайды, бұл да қалдырады. Сондықтан да мына мысал 9 4 4 9 деген бізде no-ды шығарады екен. Енді сұрақ негізінде тестте мынандай еді: yes деген сөз шығу үшін а мен b-ның мәндері қандай болуы керек? Бұл есепте жауаптарында 3 қате, бір дұрыс жауап көрсетілген еді. Мен қате жауаптар есімде жоқ. Дұрыс жауап бірақ 16 және 4 еді. 16-ны 4-ке бөлсек, арасына процент қойып қойын. 16-ны 4-ке бөлгенде 4 бүтін және қалдығы жоқ, яғни қалдығы 0 болады. Сонда мынау біздің дұрыс жауап еді. Яғни а мен b-ның мәндері қандай болғанда yes деген жауап шығады деген сұрақ болатын. Келесі бір есепте бізде f бір функциясы берілген екен, және ол функция 3a b-с мәндерін қабылдайды, 3 параметр қабылдайды. Енді функцияны ішіне үңілетін болсақ, айтады: егер де a үлкен болса b-дан және де a үлкен болатын болса s-дан дейді. Егер өзі 3 сан болса a b-сы және a b-дан да үлкен және s-дан да үлкен болатын болса, яғни бұл жерде айтқысы келіп жатқаны үшеуінің арасында a ең үлкені болса, онда return қайтарамыз сол a-ның мәнін. Яғни a үлкен болса екеуінің де a-ны шығарамыз дейді. Егер ондай емес, b a-дан да b s-дан да, яғни b қалған екеуінен үлкен болса, онда b-ны қайтарамыз дейді. Ондай жағдай орын алмаса, s-ны қайтарамыз дейді. Демек, бұл жердегі кодымыз, функциямыз 3 берілген a b s санының ең үлкенін қайтарады екен. Бұл бірақ функцияның ғана жұмыс істеу принципі. Def деген жерде ол функцияның жұмыс істеу принципі, былайша айтқанда анықтамасы жүреді. Ал функцияның өзі тек қана шақырылған кезде ғана іске асады. Шақыру ол аты арқылы, мына жерде print функциясының ішінде f деп шақырылып тұр. Оған дейін бізде x, y, z 3 түрлі саны қабылданады. Есептің шартында есіме түсіргенім бойынша қателеспесем мынадай 3 сан беріледі. Ол -4, -9, -1 сандары. Осы бізде x, y, z сандарына сәйкесінше кіретін болса, мына функция нені қайтарады? Осы 3 санның ең үлкенін қайтарады. Ол -1-ді береді екен. Келесі есепте бізде кірістірілген for циклдары 3 i, j, k айнымалылары үшін орындалуы керек. Біз бірінші кезекте мына range дегенге қараймыз. Range функциясының ішінде бір ғана сан жазылып тұр, range 2. Бұл дегеніміз бізде 0-дан басталып 2-ге дейінгі сандар ол 0 және 1. 2-нің өзі конечный болып көрсетілген. Бұл аралыққа біз есептеуімізге қосылмайды, қарастырылмайды. Сонда i айнымалысы 0-ді және 1-ді тереді. J айнымалысы да range 2 деп тұр, тоже 0 мен 1 тереді. K айнымалысы тоже 0 мен 1 тереді деп тұр. Енді кірістірілген циклдардың қалай жұмыс істеу керектігін, қалай жұмыс істейтіндігін мына түсінетін адамдар үшін үшеулік циклды қазір мен түсіндіріп жатқанда қиын болмайды. Но хотя бы екеуліктің өзін принципін әлі білмесеңіздер, қазір мына жерде қатты қиын болады. Бірден мен жауабын айтайын. I-да, J-да 0, K-да 0-дан басталғандықтан сіздер мына есепте 0-0-0 деп басталатын жауап таңдау керексіздер. Негізгі принцип қандай? I циклы 0 және 1-ді тереді, демек 2 рет айналады. I 2 рет айналады. Окей. Ал J ше? J тоже 0 мен 1 тереді, бірақ бұл да 2 рет айнала ма сонда? Жоқ, бұл мына I циклының ішінде орналасқандықтан J циклы 2 реттен 2 рет айналады. Сонда J 4 рет айналады. Ал K ше? K-да 0 мен 1-ді теру керек. Онда ол қалай жұмыс істейді? Ол I-дың ішінде тұрған, J-дің ішінде тұрған ішіндегі үшінші ішкі цикл болып тұр. Сондықтан бұл мына I, J қанша рет айналса, сонша есе айналады. То есть, мысалға, J 2 реттен 2 рет айналады дегеніміз 4 рет айналса, K 4 реттен 2 рет, демек 8 рет айналады. Жалпы біздің мына есебіміз print функциясын 8 рет орындайды.
Бірінші айналымда бізде I, J, K ол 0, 0, 0 деген мәндерді береді. Екінші айналымда ше? Екінші айналымда бізде I 0 күйі күте тұрады. J тоже 0 күйі тұрады. Мен мына жерде жазайын. Бірінші айналымда 0, 0, 0, иә? Шығардық. Екінші айналымда K ең ішкі цикл бірге ауысады. Ал қалғандары 0 күйі тұра береді. Бұлар сыртқы кругтар. Сонда 0, 0, 1 шығады. Енді K үшін 0-ды алдық, 1-ді алдық. Келесі сан бар ма? Жоқ қой, басқа сан жоқ қой теретін. Демек, K-дің ең ішкі бір рет орындалуы бітті. Енді I келесі кругқа өтпей тұрады да, бірақ J уже келесі кругқа өтуге рұқсат алды. Енді сонда бізде қазір I 0 болып тұр әлі, J 1 деген мәнге ауысты, ал K қайтадан бастап барлық сандарын тереді. Енді демек қайтадан 0 болады деген сөз. Сонда 0, 1, 0 түседі. Мына 0, мына 0-ды өтіп қойдық біз. Мына 1, сосын 0-ды қайтадан жасайды K. Одан кейін I 0 күйі, J 1 күйі, K 0-ден кейін, мына 0-ден кейін. Келесі 1-ге қайтадан өтеді да, сонда 0, 1, 1 болады. Енді K-да екі кругты бітіргеннен кейін, J-да қарасақ өзінің кругын бітірген екен, онда барып келесі кругқа өтеміз. Ол I-дың келесі кругы, I-дың 1 болған кезі. I өзінің 0-ін бітірді, енді 1-ін істейді. Ал J қайттан бастап 0 болады. K тағы 0 болады. Сонда 1, 0, 0 болды. Енді 1 мен 0 күте тұрады да, K келесі 1-ді таңдайды. Сонда 1, 0, 1. Одан кейін K 0 мен 1 теріп болды ма, J өзінің келесі санына 1-ге өтеді. Сонда 1, 1, ал K қайтадан басталады. Сонда мына жерге жазайын, 1, 1, 0 болды. Енді K циклы өзінің келесі саны 1-ге өтеді. Сонда 1, 1, 1 болады. 1, 1, 1. Сонда қараңыз, қанша рет бізде шықты? 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет, 6 рет, 7 рет, 8 рет бізде мәндер шықты. Және де I-ды қарасақ 0 болды, және 1 болды. 2 рет айналды. Ал J ше 0 мен 1 мен 1 круг жасады, одан кейін 0 мен 1 мен тағы да 1 круг жасады. 2 реттен 2 рет дегенім осы. Ал K болса 2 реттен 4 рет айналды. Соның нәтижесінде бізде мынандай сандар шықты. Енді кірістірілген циклдар тақырыбы негізінде шынында да күрделі тақырып болып табылады. Бұған тағы да есептер, бөлек бір түсіндірме сабақ қажет десеңіздер, комментарийде жазып өтіңіздер. Келесі есепке өтейік. Келесі есепте тағы да қарайық. Бұл жерде кірістірілген екеулік for циклдары. Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Бізге n және k айнымалылары және олардың тұрақты мәндері берілген. For I in range 1 үтір n плюс 1 дейді. N мына жерде 6 екенін ескеріп, мына жерге қоятын болсақ, 6 плюс 1. For I in range 1 үтір 6 плюс 1 дегеніміз қандай сандарды тереді? 1-ден бастап осы 6 плюс 1-ге дейінгі сандар. Ол 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 плюс 1 ол 7 ғой, бірақ 7 конечный ретінде қойылғандықтан ол бұл жерде есепке алынбайды. Яғни осы 1, 2, 3, 4, 5, 6 мен тоқтайтын боламыз. Және де S айнымалысы 0-ге тең деп көрсеткен, және бұл for циклінің ішіндегі бірінші жол екен. Бұл не деген сөз? Бұл әрбір айналымда S 0 болып жаңартылып отырады деген сөз. Енді ішкі J циклына келетін болсақ, J циклы 1-ден бастап I плюс 1-ге дейін дейді. Бірінші айналымда 1-ден бастап I бірінші айналымда 1 болса, демек J 1-ден 1 плюс 1 2-ге дейін барар еді, бірақ 2 қарастырылмайды конечный болғандықтан 1 плюс 1 дегеніміз ол 2 ғой мына жерде. Сонда оны қарастырмаймыз. Енді
шартқа қарайтын болсақ, егер айды бөлгенде g-ға 0 қалдық қалса дейді, процент қалдықты береді ғой, демек ай g-ға нақты бөлінуі керек. Енді қазір бірте-бірте талдап көрейікші. Мына жерде өшірейін мен қайтадан, түсінікті болу үшін. Мына жердегін қалдырайын тек қана. Бізде ай ол 1, 2, 3, 4, 5, 6 болады. Енді бірінші кругта ай 1-ді ұстайды да, мына жерге кіреміз, сонда мынау g ол 1-ден бастап 1 плюс 1-ге дейін, яғни 2-ге дейін деген сөз. Бұл тек қана бір санын қамтитын аралық. 1 мен 2-нің арасында тек қана 1 бар. Python бойынша, range функциясы бойынша тек қана 1 бар. Енді біздің 1 деген санымыз ол g-ға ауысып кіреді, ал айдың мәні қазір 1-ге тұр деп, 1-ге тең деп айттық. Демек 1-ді 1-ге бөлсек 0 қалдық қалады деген дұрыс па? Әрине дұрыс. Демек мына жер дұрыс болғандықтан s-тің ішіне өзі 0 еді ғой. G-дің мәнін қосып жүреміз, яғни 1-ді қосып жүреміз. Демек s 0 еді, енді қазір 1-ге тең болды. Одан кейін бізде G циклі бітті. G циклі біткеннен кейін мына шартты тексереміз. Егер s-тің мәнін 2-ге бөлгенде 0 қалдық қалса дейді. Бізде 1-ді 2-ге бөлгенде 0 қалдық қала ма? 1 ол 2-ге нақты бөлінетін сан емес, сондықтан да мына шарт бізде дұрыс емес болады да, k плюс 1 деген командаға біз өте алмаймыз бұл айналымда. Болды. Бітті, бірінші круг ай үшін бітті. Біз ешқандай, былайша айтқанда, өзгерістер аса бір орындалмады бірінші кругта. Екінші кругта 2-ні аламыз да біз. Мына жерге 2-ні қоямыз, айдың орнына 2-ні қоямыз. Сонда 2 плюс 1. 1-ден 2 плюс 1-ге дейін дегеніміз ол қандай сандар? 1 және 2. 2 плюс 1, 3 қой, 3-тің өзі кірмей қалады. Ал s бізде қайтадан 0 болып кетті. G-дің мәні бірінші 1 болады. Ал айдың мәні қазір 2-де тұр деп айттық. Сонда 2-ні бөлсек 1-ге 0 қалдық қалады деген дұрыс па? 2 1-ге нақты бөлінеді, иә. Енді s-тің үстінен біз мына 1-ді қосамыз. Енді келесі кругта G 2-ні алады. 2 бөлінеді 2-ге деген. 2-ні 2-ге бөлгенде 0 қалдық қалады деген тоже дұрыс. Сондықтан қайтадан үстінен 2-ні қосамыз. Сонда s-тің мәні 0 еді. Оның үстінен 1 қостық, оның үстінен 2 қостық, сонда 3 болды, иә. Енді G циклінің келесі кезегі біткен кезде мынаған келеміз да, соңғы шарт if s процент 2 тең 0 дейді. Сонда s-тің мәні бізде мына жерде 3 болды. Бұл 3-ті бөлсек 2-ге 0 қалдық қалады деген тұжырым қате, 3 2-ге нақты бөлінбейді. Демек k плюс 1 амалына біз тағы да жете алмадық, ешқандай өзгеріс болмады. Болды, біз G циклінің 2 кругын орындап тастадық, бірақ ешқандай нәтиже пока что өзгерістер жоқ. Біз келесі кругқа кетеміз. Келесі кругта ай 3 болады да, сол 3-ті мына жерге біз қою керекпіз. 3 плюс 1. 1-ден 3 плюс 1-ге дейін дегеніміз, бұл 1-ден 4-ге дейінгі аралықтағы сандар 1, 2, 3 қана кіреді. Енді G 1 болып тұрғанда, мынау айдың мәні 3 қой, мына жерге қойып қояйық. 3-ті бөлеміз мына санға 1-ге. Бұл дұрыс. Қосылады 1. Келесі сан 2. 3 бөлінеді 2-ге деген бұл қате. Сондықтан дәл қазір 2-ні қоспаймыз. Одан кейінгі кругта G 3 болады да, 3 бөлінеді 3-ге дегеніміз дұрыс. Сондықтан да 1-дің үстінен 3-ті қосамыз. Сонда s бізде 4-ге тең. Енді сыртқы шартымызды тексерсек, 4 бөлінеді 2-ге нақты дегеніміз дұрыс. Дәл осы тұста k басында 0 еді, енді ғана ол 1 болып тұр. Енді ол 1 болып тұр. Біз соны ойда сақтау керекпіз, k-ның 1 болғандығын. Қалғандарын өшірейін да мен. Енді 3-ті бітіргеннен кейін 4-ті қояйық. 4-ті мына жерге қойсақ, 1-ден 4 плюс 1-ге дейін, яғни 5-ге дейін, ол қандай сандар? 1, 2, 3, 4. 5-тің өзі кірмей қалады, иә. Енді мына жерге мен 5-ті қою керекпін. Кешіріңіздер, 4-ті қою керекпін. Ай бізде қазір 4 болып тұр ғой, иә. 4. Егер 4-ті мына бір санға бөлсек, 0 қалдық қала ма? Иә, 1-ді қосамыз.
Егер 4-ті мына бір санға бөлсек, 0 қалдық қала ма? Иә, қосамыз. Егер 4-ті мына бір санға бөлсе, 0 қалдық қала ма? 4-ті 3-ке бөлсе, жоқ, 0 қалдық емес, 4 3-ке нақты бөлінбейді, сондықтан 3-ті мына жерге қоспаймыз. 4-ті 4-ке бөлсе, 0 қалдық қалады, оны қосамыз. Сонда S-тің мәні қанша болды? 1 плюс 2 плюс 4, ол бізде 7-ге тең екен. Енді 7-ні мына шартқа қойып көрсек, 7-ні бөлгенде 2-ге 0 қалдық қалады деген бұл қате. Сондықтан бұл жерде біз плюс 1-ді жасай алмаймыз. Өзгеріс болмайды. Мен бұларды қайттан өшірейін. Енді біздің 4 деген сан үшін ай циклы бітті да, енді 5-ке өтеміз. 5-ті мына жерге қойсақ, 5 плюс 1 6 болады. Мына жерге 5-ті қойып қойын. 1-ден 5-ке дейінгі сандар, олар бізде 1, 2, 3, 4, 5. Сіздер байқадыңыздар ма? Кірістірілген цикл болғандықтан, мынау 4, 2 цикл бір-біріне кірістірілгендіктен, мына G циклы қайта-қайта 1-ден бастап кетіп жатыр. Бұл өзі солай жұмыс істейді. Ішкі кірістірілген циклдар, ішкі цикл, сыртқы цикл келесі кругқа өткенде басынан бастап орындалады. Енді 5-ке мына бірінші сан бөліне ма? Бөлінеді, қосамыз. 2 бөліне ма? Бөлінбейді, қоспаймыз. 3 бөліне ма? Бөлінбейді, қоспаймыз. 4 бөліне ма? Бөлінбейді, қоспаймыз. 5 5-ке бөліне ма? Қосамыз. Сонда 1 мен 5-ті ғана қосқанда 6 болады. 6-ны мына шартқа қойсақ, 6 2-ке нақты бөлінгендіктен К-ға тағы да 1 қосылатын болады. К-ның мәні дәл қазір 1 плюс 1, яғни 2-ке тең. Мен мыналарды өшіремін. Неге? Себебі бізде 5-ші сан үшін 5-ші круг айға бітті, соңғы 6-ші кругқа келдік. 1-ден 6 плюс 1-ге дейін, яғни 7-ге дейін. Ол қандай сандар? Ол 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерге мен 6-ны қояйын. 6 нақты бөліне ма мына санға? Бөлінеді, қосамын 1-ді, осы санды. 6 мына санға нақты бөліне ма? Бөлінеді, осы санның өзін қоямын. 6 мына G 3-ті алған кезде 3-ке нақты бөліне ма? Бөлінеді, оны да қосамын. 6 4-ке нақты бөліне ма? Жоқ, бұл жерде 4-ке бөлінбегендіктен оны қоспаймын. 6 5-ке нақты бөлінбейді, оны да қоспаймын. 6 6-ға нақты бөлінеді, оны қосамын. Енді біз осы тұста S-ке қандай сандар жиналды? 1 плюс 2 плюс 3 плюс 6, бұл 12-ге тең. Енді осы 12-ні мына сыртқы шартқа қояйық. S 12 2-ке нақты бөліне ма? 12 нақты бөлінеді, сондықтан К плюс 1 тағы да орындалады. Сонда бізде К-ның ішінде жалпы 3 жиналды. Жауабы мына жерде 3 шығады екен.